Дәл қазір түнгі сағат 3. Мен Анкарадан Каппадокияға жолға шықтым. Бір қызығы сапаржайға дейін таксиге 40 лира төлесем, ал Анкарадан Гюреме қалашығына дейін небәрі 80 лира ғана бердім. Ал мен Каппадокияға екінші рет келдім. Бірінші рет келгенде Каппадокияның бұл кішкентай ғана Гюреме деген қалашығы, жалпы Каппадокия бірнеше қалашықтан тұратындықтан оны аралап үлгере алмаған болатын. Бүгін соның мүмкіндігі туып тұр. Мен сіздерге бұл жердегі ең әдемі жерлерді көрсететін боламын. Гюреме Каппадокияның жүрегі, өйткені туристердің барлығы осында келіп сапарларын бастайды. Мұнда өңірде тұратын жергілікті адамдарды, тіпті көрінісіне қарап еріксіз таңғалатын шошақ тауларды да көресіз. Көріп, әлемде мұндай да ғажап бар екен деп қатты таңғаласыз. Бәлкім ғаламның 8-ші ғажабы да осы шығар. Каппадокия деген негізінде бір қала деп түсінетіндер үшін ондай емес. Бұл Невшехир, Гюреме, Үргүйіп деген бірнеше қалашықтардан тұратындықтан өте үлкен. Сіз бірден келіп бәрі әдемі жерлеріне бара алмайсыз. Сондықтан әртүрлі қызметтер бар. Мысалы, мына аттардың өзі қазір келген туристерге қызмет көрсетіп тұр. Каппадокияда адамдар тұратын, тіпті мысалы жануарларға арналған мұндай өңірлер өте көп. Бұларды біреуін адамдар жасаған, біреу өзі табиғаттың құдіретімен қалыптасқан. Мыналар енді біздің байқағанымызша ат қоралар екен. Оның ішіне. Міне, опа, мына атқа ақырын кіріп көрейік, көрейік. Адамға әптен үйренген, өйткені бұлар келген туристерге қызмет көрсетеді. Керісінше, бұл жердің иттері адамға мән бермейді, тіпті алаңсыз ұйықтап жатыр. Бұл жерде қамсыз жүрген тіршілік иелері өте көп. Мәселен, мына көгершіндерде туристер тамашалау үшін қолға үйретілген. Welcome to Cappadocia, sir. Каппадокияға бара қалсаңыз, тек ғажап табиғатына ғана емес, қолөнер бұйымдарына да еріксіз көз саласыз. Тоқылған, қолдан жасалған дүниелер ұлттық бояуға өте қанық. Бұл жер құмыраның отаны, келген қонақтарда қыштан ыдыс жасауға өте құмар, бағасы небәрі 20 лир. Ежелгі дәстүрді сақтаған бір белгісі мына қыш құмыралар. Бұл Қызылырмақ деген өзеннің бойында құмнан жасалады. Оларда кәдімгідей дәстүр бар осыған байланысты. Әрбір ер адам егер құмыраны әдемілеп тұрып жасап, оның қақпағын сәйкестіре алмайтын болса, ол жаңағы өзінің әйеліне де жағдайын жасап, асырай алмайды дегенді білдіреді екен. Сондықтан мұндағы бүкіл Каппадокияда тұратын ер адамдардың бәрі құмыра жасаудың бірінші шеберлігін үйренуге тырысады. Содан шебер болып көруге болады. Каппадокияның әр тау тасы, тіпті ағашына дейін бұл елдің салт дәстүрін, наным, сенімін көрсетіп. Көстемесін. Қандай ғажап, Мұнымен Каппадокияға саяхатымыз аяқталған жоқ. Гюремедегі ғашықтар аллеясы туралы біз сәл кейінірек айтып береміз.